Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін өте дәмді жұмсақ болып шығатын кекстің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де видеоны соңына дейін көріп мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға шекер салып, жақсылап әппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Барлық қосылатын заттар бөлме температурасында болу міндетті. Мінекей осындай әппақ болғаннан кейін үстіне айранымызды құямыз. Айран немесе сүт құйсаңыздар да болады. Ертілген сары майымызды құйып тез-тез араластырамыз, себебі пісіп қалмау керек. Майымыз 82%-дан жоғары болу керек. Содан соң үстіне сүзбемізді салып, жақсылап бір рет миксерлейтін боламыз тағы да. Үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз және де 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей қыздар, салмамыз дайын. Салмамызды 2-ге бөліп аламыз. Үстіне 3 шай қасық какао салып, жақсылап араластырып аламыз. Какао араласқан бөлігін формамыздың астыңғы бөлігіне салатын боламыз. Бұлай бөліп жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Үстіне какао қосылмаған бөлігін қосып, алдын ала қызып тұрған 150 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді жұмсақ кексіміз дайын болды. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, ас болсын.